Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздермен үй жағдайында керемет болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді және ашытқымызды құйып аламыз. Ашытқанымен алдын ала жылы суға 1 чайный ложка дрожжымызды салып қойып қойдым. Одан кейін сұйық май, қант, тұз және де мына жерде менде майонез барлығын қосып бір араластырып, қанты ерігенше араластырып алдым. Енді ұнымызды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп саласыздар және бірден барлығын салып жібермейсіздер. Кезек-кезек салып отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды неғұрлым июын қандырып, жұмсақ етіп, арасында түйіршігін қалдырмай илесеңіздер, сонда бауырсақтарыңыз керемет болып шығатын болады. Барлығының толық нұсқасын, қанша мөлшерден салатынын астына описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жақтан көріп алсаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырдың арасында түйіршігі жоқ, осылай керемет болып иленуі керек. Сонда бауырсақтарыңыз бір келкі және жақсы көтерілетін болады. Және қамырдың арасын тығыз, қатты етіп қоюға болмайды. Қолға ұстағанда жұмсақ болу керек. Шамамен бір жарты сағат, 1 сағаттай тындырып қоямыз. Содан кейін қамырымыз осылай көтерілгеннен кейін тағы да қайтарып бір илеп қоямыз. Сонда бауырсақтарымыз керемет көтерілетін болады. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз дайын болды. Керемет болып көтерілген, арасында ешқандай түйіршігі, іртігі жоқ. Жұмсақ қамырымыз дайын болды. Және айта кететініміз, қамырды илеп болғаннан кейін жылы жерге қойып қоясыздар, сонда жақсы көтерілетін болады. Және менде осы қамырдан шамамен бір 6 зуаладай бауырсақ шықты. Барлығын осылай домалақтап, бөлшектерге бөліп, бетін жауып, бір 15-20 минуттай қойып қоямыз. Сонда жайғанға өте ыңғайлы, кез келген формаға еніп кете беретін болады. Ұн сеуіп отырып, ұнды молынан сеуе бересіздер. Осылай қалыңдығы видеода көріп тұрғандай қалыңдықта болу керек. Енді дайын болған қамырларымызды жарты сағатқа тындырып қойып қоямыз. Бірден алып, майға салып, қуырып алуға болмайды. Және де майды басында бір қыздырып алғаннан кейін астын орташа отқа қойып отырып, бауырсақтарымызды салып қуырып аламыз. Енді бауырсақтарымыз бұл жердегі құпиясы, айта кетейін, бауырсақтарымызды салғаннан кейін бірден келесі бетіне аударып аласыздар. Сонда екі беті де бірдей керемет болып көтеріліп пісетін болады. Және де осылай қып-қызыл қып қуырып алмай, ашық яғни сарғыш түске енгеннен кейін бауырсақтарымызды ала берсеңіздер болады. Дастарханға қойғанға да керемет көрінетін болады. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, бауырсақтарыңыз сөз жоқ керемет болып шығатын болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай екінші бетіне міндетті түрде салғаннан кейін бірден аударып алуларыңыз керек. Сонда керемет болып көтерілетін болады екі беті де. Және де бауырсақтарымызды бірден қызып тұрған майға салып жібермейсіздер. Кішкене жарты сағаттай демалдырып барып саласыздар. Барлықтарыңызға видео пайдалы болса, ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тегін мастер-класстармен және де керемет видео рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.